Сәлем қадірлі көрермен, құрметті Бабыл тұрғыны. Бір жылдан кейін баршаңызбен қайта қауышып, көзайым болып отырмыз. Бүгін 31 қазан Ирландиядан бастау алған, қазір көбіне Батыс Еуропа мен Солтүстік Америкада тойланатын Хэллоуин мерекесі. Бұл күні көне ырымға сәйкес өлген адамдардың аруағы жердің бетіне шығып, жұртты шошытады. Содан ол аруақтар адам екеніңді біліп қоймас үшін, сені өзі сияқты елестердің бірі деп ойлау үшін қорқынышты кейіпкерлердің киімін кию дәстүрі қалыптасқан. Бұл мерекеге түрлі көзқарас бар. Жеке өзіме ерекше бір ұнайды деп айта алмаймын. Мен қорқынышты фильмдерді де онша жақтырмаймын. Бір күні түннің бір уағына шейін кітапханада отырып, үйге қайтып келе жатқам. Бір пабтың алдында қара пакетке оралған мүрде өлулі тұр екен. Бір көргенде шошып кеткем. Кейін есіме түсті. Қазан айының аяғы екен. Яғни клубтар, пабтар, барлар Хэллоуинге сәйкес безендірілетін кез. Бірақ жыным келгенінде бар еді. Десе де тобымызбен ақылдасып, ойланып, бір жағынан қазақтың мифологиясын, қазақтың тарихын әлем контекстінде талқыға салудың орайы туып тұр деп шештік. Сонымен, бүгінгі видеомызда біз мына сұрақтарға жауап іздейміз. Ағылшындар тәңіршіл ме? Тор құдайдың атын апта сайын қайталап жүргеніміз рас па? Римдіктер мен түркілер бір емшектен емген ба? Жер жүзін топан су басатынын Қазгидрометтен бұрын Нұх пайғамбар болжағаны қалай? Қалай жалмауыз кемпір cancel culture'дың алғашқы құрбаны болып кеткен? Жақсы мен жаманды кім ойлап тапқан? Мифология? Ол бізге не керегі бар, оны зерттегеннен не табамыз? Ол жай қияли әңгімелер емес па? Балаға ертегі айтқанда ғана керек нәрсе ғой, деуіміз мүмкін. Алайда мифология ол біз күнделікті өмірде талай рет бетпе-бет келетін нәрсе. Күндізбен ашыңыз. Ай атаулары, күн атаулары бәрі тұнып тұрған мифология. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі дегендер не білдіреді? Көне иудей христиан фольклорына сәйкес Құдай 6 күн бойы әлемді жаратып, 7-ші күні демалған. Ол күн демалысты, тынығуды білдіретін шаббат сөзімен аталып кеткен. Мәселен, бүгін еврейлерде шаббат мерекесі бар. Ол күні жұмыс істеуден, тіпті үй шаруасынан аулақ болу керек деп сенеді. Сәйкесінше, көптеген мәдениетте, соның ішінде түркі парсы мәдениеттерінде сол көне аңыздың ізі қалған. Қазақтағы сенбі, орыстағы суббота сөзі, арабтағы әс-сабт сөзі бәрі шаббат сөзімен байланысты. Ал жек, дүй, сей, сәр, бей дегендер парсының 1, 2, 3, 4, 5 деген сандары. Яғни бұл сөздердің мағынасы шаббаттан кейінгі 1-ші күн, 2-ші күн және ары қарай кете береді. Ағылшын тілінде және жалпы герман тілдерінде бұл тіпті қызық. Оларда апта күндерінің атауларында көне нанымының іздері сақталған. Мысалы, Sunday мен Monday әлбетте күн күні мен ай күнін білдіреді. Апта осы екі құдіреттен басталады десе болады. Әрі қарай Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday кетеді. Бұлар герман құдайлары. Түр деген бір қолды даңқ пен соғыс құдайы. Оның құрметіне Tuesday күнін атаған. Wednesday болса Один күні дегенді білдіреді. Яғни бас құдайының күні. Thursday ол әрине әйгілі балғасы бар, найзағай мен күн күркіреуінің құдайы Тордың күні. Автор құқығына қатысты талаптарға сәйкес Тордың атын айтқаным үшін мен аса мәртебелі Marvel компаниясы мен оған 2009 жылдан бері иелік ететін әзіреті Disney конгломераты ағзамына шын жүректен зор алғыс айтып, терең ризашылығымды білдіремін. Ал Фрейя деген сүйіспеншілік пен туағандық құдайының есімі Friday күніне берілген. Ал Saturday атауы Ситер құдайдың атынан шыққан. Қазақтың ең көне айы қайсысы десем жауабын білесіз бе екен? Ол айдың 5000 жыл тарихы бар десем сенесіз бе?
Бұл ай атауы біздің заманымыздан бұрынғы 5500-1475 жылдар аралығында өмір сүрген Шумер өркениетінің мұрасы. Біздің заманымыздан бұрынғы 2900 жылдары ежелгі Шумер елін Думузи Шопан деп аталып кеткен патша билеген. Билегенде жақсы билеген бекен, әлде жеке басқа табыну белең алған бекен, әйтеуір сол патшаның өзі молшылықтың белгісіне айналған. Сөйтіп, жаз ортасындағы бір айға Думузидің есімі берілген. Бұл патша ықпалды болғаны сонша, ол құдайлардың бірі деп те саналып кеткен еді. Кейін Шумер елінің орнында Шумерден гөрі Аккад тілінде сөйлеген Бабыл, яғни Вавилон патшалығы құрылды. Олардың күнтізбесінде шілде айының атауы Таммуз болған, яғни Думузидің есімінен шыққан ай атауы сақталған. Кейін бұл ай атауы арамей, еврей, ассирия және басқа да халықтардың күнтізбелерінде сақталған. Түркі тілдерінде бұл сөз нақты қайдан әрі қай заманнан бері бар екені белгісіз. 13 ғасырда жасалған моңғол түркі парсы сөздігінде тамыз кешірді құмда деген сөйлем құм жайлады немесе жазды құмда өткізді деген аудармасымен бірге берілген. Заманауи қазақ тіліндегі ең ерте жазбаша қолданысы Левшиннің 1832 жылы жазған еңбегінде кездеседі. Оның ішінде сарша тамыз қыркүйек айының атауы ретінде берілген. 19 ғасырдың аяғында болса, тамыз шілде айының атауы деп көрсетілетін еді. Жалпы Шумер халқының шығу тегі де белгісіз. Ғалымдар нақты білетін әрі өзара келісетін 3 тұжырым бар. Шумер тілі Үндіеуропа тілдеріне жатпайды, семит тілдеріне жатпайды, және шумерлер өздері билік еткен Қосөзен өңірінен шықпаған, басқа жақтан келген болуы керекміз. Шумерлердің тілі түркі тілдері сияқты жұрнақ пен жалғауға сүйенетін жалғамалы тіл, яғни агглютинатив тіл. Оны түркі тілдерімен осы себептен байланыстырып көргендер де бар. Бұл әрине бөлек тақырып. Күнтізбеге қатысты аңыз халықтарда көп. Мысалы, біздің 12 мақлұқтан құралған түркілік жыл санауымыз да бар. Қанша жерден Григориан күнтізбеге өтіп кетсек те, барыс жылы қатерлі болады, сиыр жылы молшылық болады деген сөздер айтылып келеді. Былтыр қазақтың және моңғолдың ғалымдары сүйіншілеп жаңа Орхон Енисей, яғни көне түркі жазуымен жазылған ескерткіш тапқан еді. Ол бүгінгі таңда сондай ескерткіштердің ішінде ең ежелгісі екені анықталған. Оны қалай анықтаған? Жылы көрсетілгендіктен. Яғни Одюл 9 ай, немесе бүгінгі тілге аударар болсақ, сиыр жылы 9 ай таққа отырғаны айтылған. Ол я 677, я 689, я 702 осы жылдардың бірін меңзеп тұрған болуы керек. Бұған дейін белгілі болған тарихи деректермен сәйкестендіретін болсақ, бұл нақты Елтеріс қағанның тарих сахнасына шыққан 676-678 жылдарымен тұспа-тұс келеді. Сол заманда түркілер сиыр жылы, барыс жылы деп жыл қайырып отырған. 19-20 ғасырлардағы құжаттарды ақтарар болсаңыз, мысалы, қоян жұт деген тіркестерді көп көресіз. Оның қоянға қатысы жоқ. Ол қоян жылы болған апатты білдіретін тіркес. Мысалы, мен де 1998 жылы туғам, атымды сол себепті де бейбарыс деп қойғам. Яғни ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан мифологиялық сабақтастық феодализм аяқталса да, индустриализм басталып, капитализмге өтсек те, интернет дәуіріне жетсек те, әлі де үзілмей келеді. Айтпақшы, бүгін Иранда сонау ахемениттер заманынан бері қолданылып келе жатқан күнтізбе әлі ресми қолданыста. Яғни, жылды наурыздан бастайды, біздің 21 наурыз болаша Фәрвардин айының 1 күні. Ай атаулары да әрине парсылардың көне діні ұлттық мұрасы зороастризмнен шыққан. Мысалы, Аван айының атауы суды білдірсе, Азар айының атауы отты білдіреді. Ал Дей айының атауы Заратуштра ұлықтаған бас құдай Ахура Маздаға меңзейді. Қанша жерден исламистік революция болса да, бір жағынан арабтар, бір жағынан түркілер қанша жауласа да, өз ұлтының атадан балаға берілген дәстүрінің орны бөлек болған болу керек. Яғни мифология ол жай оқып қоя беретін фольклор ғана емес. Ол қайткен күнде белгілі бір деңгейде бүгінімізді, күнделікті өмірімізді қалыптастырып тұрған нәрсе. Уақыт адам ықылым заманнан бері қанша қаласа да әмірі жүрмейтін бір құдірет. Уақыттан бөлек барлық халық дерлік табынатын, бағындырғысақ келетін тағы бір ғаламат бар. Ғарыш немесе аспан әлемі. Әлемнің барлық мәдениетінде жұлдыздарға, ай мен күнге қатысты аңыз өте көп. Ағылшын тілін аз-маз білетіндер бар болса, disaster сөзін естіген болуыңыз мүмкін. Мағынасы апат,
трагедия. Бұлай қалыпты ағылшын сөздік қорының бөлігі, сирек поэзиялық лексика емес. Жаңалықтарда, көркем әдебиетте, ауызекі тілде жиі қолданылады. Ал оның мағынасын қазбалар болсақ, латын тіліндегі dis, яғни жаңылыс, қате, және астер, яғни жұлдыз сөздерінен бір-ақ шығамыз. Немесе consider, яғни қарастыру, санау, ойлау сөзі де күнделікті ағылшын тілінде жиі қолданылады. Ал оның түпкі мағынасы жұлдыздарды бақылау. Бұл Рим мәдениетіндегі жұлдыз жорамалдың мұрасы. Яғни мәселенің сәтсіздігін олар жұлдыздардың қате орналасуынан көрген. Ал мәселені ойлау, байыбына барудың маңызды ажырамас атрибуты оған жұлдыздар не дейтінін бағу болған болса керек. Қазақ тілінде сақталған түрлі идиомадан қазақтың да жұлдыз жорамалы көрінеді. Мысалы, жұлдызы айы оңынан туды дегенде біз жолы болды дегенді меңзейміз. Жұлдызы қарсы деген өш, сыйыспайтын адамдарды білдіреді. Ал жұлдызы түзелді деген сөз тіркесі қиындықтан арылды дегенді білдіреді. Ал мысалы, асықпай, байыбына барып, әрі қарай не боларын бақылап қана іс-әрекет жасауды қазақ әліптің артын бағу дейді. Бұл сөз тіркесі болса, құмалақ ашу дәстүрінен шыққан. Ондағы әліп соңында ғана ашылатын, керек болса бүкіл болжамның интерпретациясын төңкеріп жіберетін маңызды 41-ші бірліктің атауы. Көшпенді болсаң, қазақ болсаң, жұлдыздардың заңдылығын өте жақсы білуің керек. Ол саған бағыт бағдар беретін бірден бір маңызды құрал. Левшин 19 ғасырдың басында қазақтар жайлы былай деген: аспан денелерінің көпшілігінің орналасуы мен бағытын біле отырып, қазақтар түнде не жол, не соқпақ жоқ далада алшаң басып, діттеген жеріне дәл жетіп қана қоймай, тіпті әр қадам сайын сол сәттегі уақытты да дәл анықтап, жететін мерзімінде дәл болжайды. Ол іс-әрекетін, демалысын, саяхатын, аялдамасын, сапарлары мен кездесулерін осы бақылауларға сүйеніп отырып жоспарлайды. Былайша айтқанда, қазақ аспанға еуропалықтар қалта сағатына қарағандай қарайды. Мен астрология және жалпы эзотерика деген дүниелерге мүлде қызықпаймын. Осы видеоны түсірерде де негізі сценариймен біраз қиналған едім. Оны аяғында тағы айтып кетемін. Маған саршаянсың, андайсың, мындайсың деп айтып жатады. Бізден миллиардтаған жарық жылында тұрған, бірі жақынырақ, бірі қашығырақ орналасып, аспанда бір пішінге келе қалған үздіксіз өртеніп жатқан алпауыт шарлар сенің табиғатың, мінезің, күнің, аптаң андай, мындай болатынын айтып береді дегенге мен өзім біраз күмәндана қараймын. Бұның бәрі әрине мен саршаян болғандықтан. Бірақ соңғы кезде өзім жұлдыздарға қызығып жүрмін. Мына жұлдыздарға емес, мына жұлдыздарға. Жалпы қазақ мәдениетіндегі жұлдыз атауларын, оларды нақты қалай ажыратып, қандай мақсатқа пайдаланғанын көбірек білгім келеді. Бұл басқада емес, әсіресе қазақта ерекше сақталған маңызды бір мұра сияқты. Ғарышқа адамды алғаш ұшырғанда қазақ даласы болғаны әдемі бір сәйкестік. Айтпақшы, сол себепті ғарышта болып қайтқан алғашқы тіл қазақ тілі. Мынау 1960 жылы ұшырылған Спутник 5-тің пакеті. Сыртындағы ақпарат қазақша, орысша жазылған. Әлгі қазақша мәзір жасауға қиналып жүрген кофеханаларыңа, дәмханаларыңа айта барсаңдар болады. Айғай-шусыз көрнекі ақпарат ғарышта да екі тілде беріліп тұр. Темірқазық, жеті қарақшы, үш арқар, шолпан, ақбозат пен көкбозат, осының бәрін жатқа білгім келеді. Мына қолданбаны жүктеп алсаңыз болады. Дәл қазір қарап тұрған шоқ жұлдызыңыз қайсы екенін сізге айтып береді. Бірақ латын тіліндегі ресми Шенген визасы бар шоқ жұлдыздарды ғана көрсетеді. Қазақтікі көп тұста бөлек болып келеді, соны ескеріп, сәйкестендіріп отыру керек. Жалпы еуропалықтар аспанға қалай қарағанын түсінсем бұйырмасын деймін кейде бар ғой. Өйткені мысалы мына 7 жұлдызды біз 7 қарақшы дейміз. Ал орнынан түн бойы қозғалмайтын полюс жұлдызын темірқазық дейміз. Яғни аңызға сәйкес аспанға қағылған қазыққа ақбозат пен көкбозат байлаулы тұр. Түні бойы мына 7 жұлдыз, яғни 7 қарақшы, сол екі атты қалайда ұрлаудың амалын ойлап айналып жүреді. Ал латында, орыста бұны кіші аю дейді. Қай жері нақты аю екені
түсініксіздеу. Сосын тағы бірдеме айтайыншы, есек қырған деген атауды естіген болуыңыз керек. Юпитердің қазақшасы деп айтылады. Соны интернетте біреу айтқан сайын, жазған сайын бірдей бір негатив пікірлер жазатындар бар. Это все классно, только можно мы будем Юпитер называть Юпитер? Мало того, что Есек Кырган звучит нелепо, планета не виновата в том, что целый караван не знает, как заботиться о своих же ослах. Ол деген планетаның атауы емес па, ғаламшардың атауы емес па, соншама не болды? Айдаладағы бір планета үшін, білмеймін, виновата, планета не виновата дейтіндей жағдай емес сияқты. Бәрі керемет, бірақ Юпитерді Есек Кырган деп аударудың керек жоқ деп санаймын. Оны кім олай аударған? Тағы не ойлап тапқан? Есек қырған деген Юпитердің қазақша аудармасы емес, қазақша атауы деген дұрыс болады. Юпитер не екенін білесіздер ме жалпы? Ол күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар. Оны түнгі аспаннан табу оп-оңай. Телескопсыз да көрінеді. Міне мен былтыр фотоға да түсіріп алғам. Ол жұлдызды қазақтар да көрген. Өздері сәйкесінше аңыз құрастырып, өздері өзіндік атау берген. Аңызға сәйкес бір керуен келе жатып, есектерін суалтып қойған екен. Бір кезде бір кісі шолпан шыққан екен деп бүкіл жүгін есектеріне қайта тиеп, қайта жолға шыққан екен, сөйтіп есектері қырылып қалған. Осындай қызық бір аңыз. Бұл аңызда аспан әлеміне қарап тұрғанда, оған қарап уақыт өлшегенде, болжағанда, әсіресе ғаламшарларға сенуге болмайтыны айтылып тұр. Планета сөзінің өзі кезеген, қаңғыбас дегенді білдіреді. Олар бізден миллиардтаған жарық жылында орналасқан жұлдыздар емес, жұлдыз болып көрінетін, бірақ өз күн жүйемізде орналасқан ғаламшарлар. Сондықтан олардың аспандағы қозғалысы шынымен бір жыңғыққан жұлдыздар сияқты. Барлық жұлдыз түні бойы сол бір бағытта темірқазықта айналып жүретін болса, бұлар біресе шығып, біресе көтеріліп, біресе кері кетіп жатады. Ал Юпитер деген атаудың сонша не мәні бар? Ол күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар екен, сол себепті оны Рим құдайларының ішіндегі Альфа Самса, Чад, Випказах, Зевстің Netflix адаптациясы, жұрттың баласы Юпитердің атымен атайды екенбіз. Осы ма сонда бар мәні? Осы ма қызғыштай қоритын атауларың? Мен ондай қазақтан асқан данышпақ халық жоқ қой шіркін деген бөспе әңгімелерді ұнатпаймын әрине. Бірақ жоқ жерден жиіркеніп, қорынып, шошынып, айдаладағы Юпитердің обалын ойлап, өз мифологиямызды, өз мұрамызды біреудің алдында үйтіп жығып бере бермейікші. Есек қырған Юпитердің қазақша атауы. Ешкім оны ойлап тапқан жоқ. Ол бұрыннан бар мұра. Ресми қолданысқа сіңіп кетсе, сіңіп кетер, сіңбесе де, оның атауы қазақта бар екені, оған қатысты аңыз бар екені ұмытылмай айтылып отыруға тиіс. Сонымен, біздің жаңағы комментаторға сенсек, Юпитер қазақтың cancel culture-ның тарихтағы ең кәрі құрбаны атанып отыр. Бірақ өзінен гөрі оның бізге аты қызық. Грек мәдениетінде Юпитердің аналогы ретінде Зевс ұсынылады. Аттарының шығу тегін зерделей келсек, екеуі түбірлес екенін аңғарамыз. Ғалымдар әрі қарай зерттей келе, Ригведалардағы бір маңызды құдайдың аты Дяус Пита Юпитер мен Зевске қатты ұқсап тұрғанын байқаған. Бұның негізінде Юпитер мен Дяус Питаның түбірі бір екені, барлығы да күндізгі аспан әкесі дегенді білдіріп, әр жағында үнді Еуропа халықтарына ортақ аспан құдайынан өрбіп тұрғанын анықтады. Түркілер үнді Еуропа халықтарына жатпайды, өз алдына бөлек бір туыс тілдер тобына жатады. Бірақ сонда да Sky God, Sky Father, Sky Daddy түсінігі біздің тәңірге ұқсап тұрғандай. Сондай-ақ Ашина тайпасының бастаушысы қалай дүниеге келгенін естіген боларсыз. Бір баланы бір құртқа қасқыр құтқарып алып, асырап, бала әйтеуір соңында аман қалады. Өсе келе қасқырға қосылып, 9 баланы дүниеге келеді. Сол яғни жартылай қасқыр, жартылай адам болып туған 9 бала Ашина тайпасы болып қалыптасады. Ал римдіктердің басты аңыздарының бірі Ремус пен Ромулус туралы аңыз. Оларда да Жапанда қалып қойған
екі балаға ұрғашы қасқыр қамқор болып, өзі емізеді, бағып қағады, өсіреді. Қасқырға бір тоқылдақ көмектеседі екен. Өсе келе Ремус пен Ромулус Римнің негізін қалайды. Түркілерден бұрын болған үйсін мемлекеті тағы бар. Олардың аңызы Ремус пен Ромулустікіне тіпті ұқсайды. Онда да екі егіз, онда да қаншық қасқырдан бөлек тағы қарға бар. Осының бәрін ойласа, қазақ пен латын бір туған болып шыға ма, қалай өзі? Бұған түрлі ғалымның түрлі жауабы бар. Мысалы, Намуджило деген кісі бұл көне контактының іздері дейді. Оның айтуынша Римнің фольклоры орталық Азияға да жеткен. Яғни үйсіндегі аңыз Римнен келген бір импорттау бар, шетелдік контент. Бірақ бір жағынан мысалы Тәңір мен үнді еуропалықтардағы Sky God екеуін салыстырар болсақ, ол жерде жай сәйкестік екені анық сияқты. Яғни адамның қай-қайсына аспан деген нәрсе ол биік бір құдірет. Аспаннан қар жауып, борандатып, үсіріп жібереді. Аспаннан жаңбыр жауып, егініңді өсіреді. Аспаннан жай түсіп, өрт шығарады. Аспаннан күн шығып, қыздырады алады. Инстаграмда сіз тіркелген адамдардың ішінде астаналықтар бар болса, байқаған боларсыз, Құдайдың құтты күні Астананың аспаны деп салып қояды. Соған қарағанда, я үнді еуропалықтардың, я түркілердің көне дәстүрі бұл қалада жалғасын тауып келе жатқан болуы керек. Яғни билеуші, я құрылтайшы адамдардың басқаға емес, қасқырға қатысы болғандығы, олардың табиғи инстинкт жүзіндегі батылдығының, күшінің, құдіретінің бір символы емес пе екен? Әдетте өзімізге онсыз да сүйкімдірек болып көрінетін шөп қоректі жануарлардың бірі емес, нағыз жыртқыш қасқыр қамқорсып тұрғаны болса, сюжетті, оқиға желісін қыздыра түсетін бір әдіс емес пе екен? Ал римдіктер мен үйсіндердің аңызында қасқырдан бөлек тоқылдақ, я қарға бар екенінің де табиғи негізі бар деседі. Тоқылдағын нақты білмеймін, бірақ қасқыр мен қарға табиғатта жиі бірлесіп аң аулайды. Аңызда бірге жүргенінің де түпкі себебі осы болса керек. Жалпы мифологияны зерттегенде табиғатты, биологияны, географияны, геологияны, тарихты жақсы түсіну керек. Мысалы, жер жүзін басқан топан су жайлы аңыз көп халықта бар. Шумер Аккадта да бар, Қытайда да бар, семит халықтарында да бар, гректе де бар, үндіде де бар. Соның ішінде өзімізге таныс Нұх пайғамбардың аңызы бар. Оның кемесін қазақ Қазығұртқа тоқтады десе, армян Араратқа тоқтады дейді. Ғалымдардың пайымдауынша, бұндай көп әртүрлі халықтың аңызында әйтеуір бір ғаламат топан су жайлы аңыз бар екені бекер емес. Мысалы, гипотезалардың бірі бұл аңыздың шығу тегін мұз дәуірі мен оның аяқталуымен байланыстырады. Мұз қатқанда судың бәрі мұзға кетіп қалады. Яғни судың деңгейі төмендейді. Мысалға, 100 мыңдай жыл бұрын басталып, шамамен 10 мыңдай жыл бұрын аяқталған соңғы мұз дәуірін алайық. Бұл тұста теңіз деңгейі әлде қайда төмен болған. Біз бүгін білетін теңіздердің көбі болмаған, я пішіні мүлде басқа болған. Осы уақытта бүгінгі Беринг бұғазы құрлық болған еді. Сәйкесінше ол тұста, дәлірек айтқанда, шамамен 25 мың жыл бұрын адам баласы Еуразиядан Америкаға өтіп кетіп үлгерген еді. Кейін болса ол байланыс мыңдаған жылға үзілген. Неге? Мына графикте көретініміздей соңғы мұздық максимум, яғни мұз дәуірінің шарықтау шегі шамамен 21 мың жыл бұрын болған. Одан кейін біздің заманымыздан бұрынғы 6 мыңыншы жылдарға дейін мұз тұрақты түрде еріген. Теңіз деңгейі үздіксіз күрт көтерілген. Осы кезеңде топан су өте көп болған деседі. Жер-жерде теңіздер, көлдер тасып жатқан. Сәйкесінше адамзат мәңгіге есінде қалатын мыңдаған жылдық апат кезеңін бастан кешкен. Яғни Нұхтың аңызы жай аңыз емес, бір замандарда шынымен орын алып, бүкіл әлемді су басып жатқандай көрінген апаттар легінен қалған көне бір естеліктің мұрасы болуы мүмкін. Бұндай зерттеулерді мифтердің тарихилығы дейді. Яғни кей жағдайда мифтер таза қиял өнім емес, белгілі бір тарихи оқиғалардың нәтижесі болуы әбден мүмкін. Кейде мифология тарихты айғақтамаса да қоғамның бетпердесін жұлуы мүмкін. Қазақтың мифологиясындағы кейіпкерлерді танисыз ба? Әсіресе жалықтыратын, іш пыстыратындарын емес, қызық, зұлым кейіпкерлерін білесіз ба?
Мынау Самал Қаңтар есімді суретші салған жезтырнақтың иллюстрациясы. Ал жезтырнақ деген қолын жеңінің астына тығып отыратын сұлу қыз кейпіндегі бір құбыжық. Алтын күмістен жасалған әшекейлерді көп тағады. Тырнағы жезден жасалған, қауіпті, адамды тамағынан тіліп жіберіп, бүкіл қанын сорып алады екен. Типикал вип қазақ өмір салты. Албасты болса зиянкес, зұлым шайтан болып бейнеленеді. Албасты кез келген тіршілік иесіне айнала алады. Оны көбіне судағы тіршілік иесі етіп елестетеді. Аузында үшкір түстері сойдиған, төсі жерге дейін салбыраған семіз, түкті әйел деп сипаттайды. Жалмауыз кемпір болса, қазақ ертегілеріндегі тағы бір жағымсыз кейіпкер. Ол жеті басты, қарға тұмсық, аяқ қолының тырнақтары сояу, адам қанын соратын қорқынышты кейіпкер ретінде бейнеленеді. Мыстан кемпір де қазақ фольклорында жиі кездесетін бір кейіпкер. Ол әдетте қастандық ойлаушы, жауыз, іші тар, қатыгез, шашы ұзын, жалбыраған, тырнақтары дәу әрі өткір, киім кешегі алба-жұлба етіп бейнеленеді. Оның қалыпты істеріне тісімен жер қазу, жерік атты қуып жету, тамаққа у салып жіберу, басты кейіпкерді, көбіне батырды байлап тығып қою, тұтқындарды тірідей жеу жатады. At least someone knew how to have fun. Бір сәйкестік байқаған жоқсыз ба? Бұл кейіпкердің барлығы әйел. Бұл тек қазақтағы жағдай емес, Еуропаның да фольклорында жиі байқалатын құбылыс. Интернеттегі түрлі форумда талқыланып жүрген тақырыптардың бірі. Баба Яга болсын, түрлі мыстандар болсын, бәрі зұлым әрі әйел жынысты. Бұл жерде үш түрлі негізгі гипотеза бар. Олар бір-біріне міндетті түрде қарама-қайшы емес, яғни бір-бірін жоққа шығарып тұрған жоқ. Серік Қасқабасов сияқты ғалымдар, мысалы, жалмауыз кемпірдің бейнесінің тарихи негізі бар дегенді алға тартады. Адамзат бүгін патриархатта өмір сүріп жатқанымен, бұрын матриархат дәуірінен өткеніміз. Ол заманда руды қария әйелдер басқаратын болған. Дүниеге келу мен дүниеден өту, жаңа қосылған адамды тайпаға қабылдау, заңдардың сақталуын қадағалап отыру, маңызды рәсімдерге осы аналар жауапты болған. Керек кезінде олар әскерді де басқарған дейді. Нәтижесінде қарт ана культі де қалыптасқан. Ол керемет құдірет иесі, қолынан келмейтіні жоқ сиқыршы, рудың жауларын, жын шайтанды жеңе алатын күшті құдай болып қалыптасқан. Патриархал жүйе қалыптасқалы, бұл әйел құдайдың бейнелері құлдырап бұрынғы маңызынан, орнынан айырылған. Құлдырағанда оңбай құлдыраған, жақсы кейіпкерден жаман кейіпкерге, киелі тұлғадан жын шайтан деңгейіне түскен. Бұл діндер, діни, рухани парадигмалар ауысқанда жиі болатын бір құбылыс. Бұрынғы мейірбан, қайырымды, сыйынатын құдайлардың жын шайтан деңгейіне, яғни зұлым кейіпкерге айналып кетуі, cancel cultureге ұшырап кетуі десе болады. Мысалы, палестиналықтардың көне құдайы Белзебуб немесе Вельзевуль иудей христиан дінінде негізгі жын шайтанның біріне айналған. Немесе мысалы демон сөзінің өзі демонизацияға ұшыраған сөздердің бірі. Әу баста ол гректе міндетті түрде зұлым емес, керісінше хабаршы, адамды алға жетелеуші бір кейіпкер болған. Атының өзі беруші, үлестіруші дегеннен шығып тұр. Бірақ христиан діні келгендіктен оның атын біз бүгін негізгі негатив кейіпкер деп қабылдаймыз. Зұлым кейіпкерлердің неге көбі әйел екендігін түсіндіретін екінші гипотеза. Ол кәрі әйел, ол әрі ақылды, әрі тәжірибесі мол, бірақ мысалы бала дүниеге әкелмейтін қоғам мүшесі екендігінде дейді. Оның қоғамдағы рөлі ерлерге түсініксіздеу көрінуі мүмкін. Сол себепті олар міндетті түрде бірдемені жасырады ба тұрады дегендей бір ассоциация тууы мүмкін. Үшінші гипотезаға келері болсақ, мысалы Інжуна Қаражанова, біз жалмауыз кемпірдің я Баба Яганың бұрынғы бір құдай бейнесінен пайда болғанын анықтау үшін қайткен күнде тарихи бір дәлел табуымыз керек екенін алға тартады. Ол ертегілердегі зұлым әйел кейіпкердің көптігін былай түсіндіреді. Бұл әйелдің дәстүрлі міндеттерінен ауытқымауы керегін насихаттайтын бір мотив. Яғни
зұлым, құбыжық әйелдер олар кімдер? Әйелге танылған нормалардан тыс әрекет ететін адамдар. Жалпы, мысалы, Диснейдің кейіпкерлерін де интернетте жиі талдап жүрді. Адамдардың бір байқағаны, зұлым ер кейіпкерлер олар жоқ емес, олар бар. Бірақ зұлым кейіпкерлер қандай гендерге жататын болса да, олар дәстүрлі гендерлік нормалардан ауытқитын кейіпкерлер. Яғни Жафар, ызғардың жүріс-тұрысына, өзінің ұстауына қарар болсақ, олар дәстүрлі маскулиндікке сәйкеспейді. Жұмсақтау, феминдеу, майысқақтау келеді. Дәл солай зұлым әйел кейіпкерлердің де мінезі керісінше еркек шоралау, ерсілеу, дөрекілеу, әйелге қызға үйлеспейтін мінездер болып келеді. Сондай-ақ нақты құбыжық әйелдерге қатысты тағы бір ерекшелік бар. Әйелден әдетте керісінше қамқор, өзін басқаның жолында сарп ететін, мейірімді болады деп күтеміз. Әйел кісі қылмыс жасаса, елбасымен ондайға қалай барады деп шығамыз. Сол себепті де бәлкім ондай деп әдетте елестетпейтін адамды сол мейірім мен сүйіспеншіліктің антонимі етіп көрсету сюжетті ерекше қыздыра түсе ме екен, оқиға желісін қорқыныштырақ ете ме екен. Әдетте зұлым болып келмейтін нәрселерді зұлым етіп көрсету көптеген хоррор фильмдегі әдіс. Мысалы, қуыршақтарды, балаларды сондай зұлым етіп көрсету сирек емес. Жалпы, неге адам мифтерге, аңыздарға сенгісі келеді? Неге оларды ойлап табады? Оған да қатысты долбар көп. Олардың да біреуі ғана ақиқат, қалғаны далбаса емес, бірнешеуі белгілі бір деңгейде шындық болуы мүмкін. Біреулер мифтерді тарихты оңайырақ жаттау үшін, я өсиет болу үшін шығара бастадық дейді. Бұның ар жағында сондай-ақ Homo sapiens'тің қашанда бір гәп іздейтін табиғаты да жатыр. Адам баласы айналасындағы шексіз кездейсоқтықтың ішінен қашанда бір заңдылық іздейді. Содан табиғатынан ырымға, дінге, эзотерикаға, мифологияға сенгіш болып келеді. Бізді эволюция солай тәрбиелеген. Елестетіңізші, сіз ежелгі бір адамсыз. Орманда тіршілік етесіз. Түн ортасы бір тысыр естіп қаласыз. Ой оңға, сана санға бөлінеді. Бұл не болды екен? Жай жел ма? Әлде бұл жерде бір гәп бар. Яғни бұтаның ар жағында бір жыртқыш жасырып отыр. Сізде екі нұсқа бар. Я отыра бересіз, я қаша жөнелесіз. Ары қарай екі сценарийдің бірі орын алады. Шынымен жай жел де болып шығуы мүмкін. Енді бір жағынан расында бір қауіптің де белгісі болуы мүмкін. Бірақ екі сценарийдің екеуінде де аман қалып, генін ары қарай жалғастыратындар, яғни ұрпақ табатындар, бәлестен аулақ деп қаша жөнелгендер. Немесе бұл жерден бір гәп іздегендер. Жай жел болып шықса, ештеңе етпейді, жүгіріп бір сергіп алдыңыз. Ал енді ол расымен жыртқыш болып шығып, сіз отыра бергенде бәленің көкесі болар еді. Өліп қалар едіңіз. Біз қашанда бұның бәрі бекер емес деп сенгіміз келеді де тұрады. Еуропаның отырықшы мәдениеттерін ғасырлар бойы біраз қинаған бір құбылыс оба еді. Адамдар қырыла берген, бір емін таба алмастан өле берген. Бұны біреулер құдайдың қаһары деген, біреулер шайтанның ісі деген, біреулер бір дуаға балаған. Неге біз өле береміз деп, неге менің әкем өлді, неге менің шешем өлді, неге менің балам өлді деп талай әзер тірі қалған адам зар қақсап неге-негелеп өмір сүрген. Отбасы я өзі аман қалған, өлмей, ауруға шалдықпай жүргендерге кез келген қиындық көрген адам көзін алартып қарайтын болған. Неге мен бұндай қасіретке тап болдым, ал ол аман сау мәз мейрам жүр. Не сонда? Ол жерде бір сиқыр бар ма? Деп таңырқап түсіне алмаған. Уақыт өте зерттей келе оба адамға қалай жұғатынын түсіндік. Оба, яғни Yersinia pestis деген бактерия, адамға бүргенің шаққанынан жұғады екен. Бүргені үйге не әкеледі? Тышқан әкеледі. Ал тышқаннан не қорғайды? Тышқан болмау үшін не істеуіміз керек? Үйді таза ұстау керек, сыпырып отыру керек, жинап отыру керек. Дәрілерден, түрлі қоспаны араластырып жасауға болатын улардан хабарыңыз болу керек. Және ең бастысы мысығыңыз болу керек. Осылайша мынадай бір долбар жасауға болады. Еуропада тағы бір кең тараған зұлым кейіпкер ол мыстан кемпір, ведьма, witch.
ал оның негізгі бейнесі осы оба кезінде қалыптасқан деседі. Яғни ол үйін таза ұстап, мысық асырап, дәрі-дәрмектен хабардар боп, ауруға шалдықпай аман қалған адамдар. Сол себепті де адамдар бұл жерде бір гәп бар деп, оларды жек көріп, бір ілік іздеп кеткен болуы мүмкін. Кейін бұл өшпенділік талай адамның, әсіресе әйелдердің жазықсыздан жазықсыз өлім жазасына кесілгеніне әкеп соққанын бәріміз білеміз. Осылайша қашанда сыпырғышын, мысығын, дәрі-дәрмегі мен уларын тастамайтын еуропалық мыстанның бейнесі қалыптасқан болса керек. Жаппай әлем сауатты бола бастаған бергі заманда биология бізге көп нәрсені түсіндіріп берген де шығар. Біз бактерия, вирус деген нәрселердің табиғатын түсіне бастадық. Бірақ әлеуметтік әлеміміз әлі де жұмбаққа толы. Әлі де түрлі теңсіздік пен әділетсіздікті адамзат боп еңсере алмай келеміз. Неге? Неге бұл әлемде әділетсіздік бар деп әрқайсымыз бір ретте болсын ойланғанбыз. Ницше ақлақтың, моральдың шығу тегі атты еңбегінде христиан діні қалай қалыптасқанын талдайды. Ол еңбегінде ол жақсылық пен жамандық түсініктері қалай шыққанын зерттейді. Бұны әрине контрапоинтсменен артық түсіндіреді, соған рахмет айтқым келеді, бірақ мен де ықшам түрде түсіндіріп көрейін. Ницше жақсы мен жаман деген түсініктер әу баста қолында билігі бар адамдардың өз билігін ақтайтын құндылықтар болған деп санайды. Сондықтан жақсы болу ол мықты, күшті, әдемі, сау болуды, ал жаман болу әлсіз, ауру, қарапайым, ұсқынсыз болу дегенді білдірген. Ницше бұл тұжырымына этимологиядан уәж келтіреді. Көптеген тілде адамгершілік жағынан жақсы немесе рухани, асыл, асқақ дегенді білдіретін сөз бастапқыда ақсүйектер, жоғарғытап мағынасында асыл тұқым, бекзат дегеннен шыққан. Буддизмдегі Ария Сатьяни санскрит тілінде киелі ақиқаттар дегенді білдіреді. Ария рухани, биік, асқақ дегенді білдіреді. Бірақ бұрын ол ақсүйектерді, байларды білдірген. Бастапқыда бұл солтүстік Үндістандағы жоғарғы билеуші тап арийлердің атауынан шыққан. Ницше немістің гуд, ағылшынның гуд сөздерінің шығу тегін болса, билікке ықпалға ие болған готтардың атауымен байланыстырады. Жаман дегенді білдіретін немістің шлехт сөзі қарапайым, қарабайыр дегенді білдіретін шлихт сөзімен байланысты. Бастапқыда қара халық, төмен халық, яғни ақсүйек емес, асыл емес дегенді білдірген болса керек. Өзімізде ойлап көрсек, мысалы орыстағы благородный сөзі адамгершілігі мол дегенді білдіреді. Бірақ тура мәні асыл текті, яғни бекзат. Түркі тілдерінде болса, өзімізге таныс жаман сөзі қырғыз тілінде бұрын кедейлерге, қара халыққа қарата айтылған екен. Рамстед түркілердің жаман, яман сөзін Қытай тіліндегі жабайы, тағы, өркениетсіз дегенді білдіретін еман сөзімен байланыстырады. Сондай-ақ ағылшын тіліндегі villain сөзі мысалы village сөзімен түбірлес. Яғни villain сөзінің әуелгі мәні ауыл тұрғыны еді. Сонымен жақсы мен жаман әу баста өздеріне тамсанған ақсүйектердің құндылықтары болған. Ницше олардың құндылық жүйесін қожайын ақлағы, қожайын моралі деп атайды. Бұған жаулап алушылық, думан той, шыныққандық, секстегі еркіндік, сұлулықты дәріптеу жатады. Бұл нәрселер жақсы деп аталған. Ал оларға қарама-қарсы нәрселер әлсіздік, күшсіздік, ұсқынсыздық, жаман делінген. Ежелгі ақсүйектер өздері сияқты әрі құндылықтары ортақ асыл бекзат құдайларға табынған. Мысалы, Рим жауынгерлері соғыс құдайы Марсқа табынған. Оған табынған жауынгер өзіне табынып тұрғандай болған. Римдіктер өте мықты бір империя құрып, жер дүнияны жаулап алған. Соның ішінде еврейлерде де. Еврейлер бірнеше рет төтеп берген, қарсыласқан, бірнеше көтеріліс, соғыс болған. Бірақ ғасырлар бойы римдіктер тым күшті болған. Қайтсе де ешкім оларды тоқтата алмаған. Осылайша өзін езгіге жыққандарды, жәбір көрсеткендерді, не істесе де билігінен, күшінен айыруға қауқары жетпейтін адамдардың психологиясы қалай өзгереді деп ойлайсыз? Кек алғың келеді, сазайын бергің келеді, бере алмайсың. Қолыңнан келмейді. Бұндайда іште бір ыза жиналады. Санаң түбегейлі дөңкерленді. Сонымен Ницшенің алға тартатыны тым әлсіз тарап,
тікелей кек алудың орнына жаңа құндылықтар, жаңа ақлақ қалыптастыру арқылы психологиялық кек алады. Қожайын ақлағы не қожайын құндылықтары есіңізде ме? Билік, байлық, денсаулық, күш. Ал ол құндылық жүйесіндегі жамандықтар ол кедейлік, ауру, күшсіздік. Ал енді оның орнына жаңадан қалыптасқан құл ақлағы не құл құндылықтары жүйесіне сәйкес кедей болу, ауру болу, әлсіз болу, сүмірейу, керісінше ғанибет, бақыт, Құдайдың саған ан өмірде бірдеме дайындап қойғандығының белгісі. Бұл жаңа құндылықтар жүйесінде римдіктер үшін жақсы болғанның барлығы зұлым деп таныла бастады. Күш, байлық, секс, өмір рахаты, қуаныш. Құлдық құндылықтарға сәйкес жек көретін адамдарға бағыну, момын болу деп айтыла бастайды. Жауап қайырмай, шыдап жүре беру сабыр деп аталады. Жыныстық құштарлықты қанағаттандыра алмау, оның шектеліп қалғандығы, нәпсіңді тыйып жүру пәктік, тазалық деп атала бастайды. Яғни сол кезде езгі көріп жүрген еврейлер оларды жаулап алған римдіктерге қарап, маған бұларда бардың ешқайсысы керек емес, қайта менің осы мүшкіл халім дұрыс нәрсе, игі нәрсе деп өздерін жұбатқан болу керек. Осылайша христиан дініндегі әлсіз, зәбір көрген, бейшара Құдай бейнесі қалыптасқанбыз. Бұл әрине сәл бөлек тақырып. Алайда бұдан біз мифологиямен қатар мораль, ақлақ, құндылықтардың өзі белгілі бір тарихи оқиғалардан, психологиялық өзгерістерден пайда болатынын түсінеміз. Бүгінгі видеомызда біз мифология не екенін талдап көрдік. Өзім басында айтып кеткендей, нақты осы видеоның сценарийін жазғанда біраз қиналғам. Өзім сондай бір абстракт түсініктерден қашықтау адаммын. Яғни нақтылық жоқ бір сала болғандықтан, зерттеу, мынау мынадан, анау аданнан шығып тұр, оның дәлелі мынадай да мынадай деп көрсету өте қиын болғандықтан, кей тұста не деріңді, не айтарыңды білмейді екенсің. Спекуляцияға беріліп кететін сияқтысың. Бірақ бұл мифология тақырыбының керісінше аса маңызды екенінің, жан-жақты зерттелуге тиіс сала екенінің белгісі деп түсінемін. Мифология бізге өз табиғатымызды, психологиямызды, адам қиялының шегі мен шексіздігін түсінуге көмектеседі. Сондай-ақ ол қоғамдағы түрлі көзқарастар, жаңсақ пікірдің бетін ашып береді. Мифология бізге тарихты зерттеуге де септігін тигізеді. Мифологияны зерттегенде бір үздіксіз циклды байқауға болады. Мифология бір жағынан біздің күнделікті тұрмысымызды, өмірімізді қалыптастырып отырады. Ал енді бір жағынан біздің күнделікті тұрмысымыз, өміріміз, үрейлеріміз бен қалауларымыз, табиғатымыз және қоршаған ортаның өзі сол мифологияның өзін қайтадан қалыптастырып отырады. Хэллоуинге түрлі реакция бар. Мен өзім оны ұнатпайтынымды айтқам. Бірақ оны жек көрудің, жеркенудің, ақыр заман белгісі деп көрудің реті жоқ деп ойлаймын. Керісінше осы орайдан қапы қалмай, бүкіл әлем нарығына еніп кеткен бұл қызық бір брендті пайдаланып қалып, қазақтың мұрасы әлем фольклорына, әлем мифологиясына нендей үлес қосқанына зер салуымыз, көңіл бөлуіміз керек деп санаймын. Ницшенің кітабындағы еврейлердің құлдық құндылықтарын емес, римдіктердің қожайын құндылықтарын сіңіруіміз керек пе деймін. Яғни бізді құртпаңдар, бізді бүйтпеңдер, бізді сөйтпеңдер деп дүрбелең салудың орнына, бұл біз, мынау біздің мұрамыз, Голливуд 1045 хоррор фильм түсірсе де, біздің ертегілеріміздегі нағыз қорқынышты кейіпкерлердің шаңына да ілеспейді деп, әлемге өз өркениетімізді насихаттап паш етсек қайтеді. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Бізге тіркелуді, видеомызға лүпіл басуды ұмытпаңыз. Тойлайтындар үшін Хэллоуин мүбәрәк болсын. Баршамызға жақсылық болсын, амандық болсын. Келесі видеоларда жүздескенше.